Hayırlı күн балалар, шаттанайық жылы жүзбен, бізге келсін қуаныш нұр іздеген, шуақ толған жанымыз, жүрегіміз, үлгі алсын көрген жан мына бізден. Ақылды да, мейірімді, білімге құштар менің білім алушыларым. Сіздерді 1 мамыр бірлік ынтымақ күнімен құттықтай отырып, бірлігіміз жарасқан қазақ елі тақырыбындағы тәрбие сағатымызды бастаймыз. Мамырла дала мамырла, арқаңды төсеп жауынға, дамылда тірлік дамылда дейтіні бар Мұқағали ақынның. Қазақ көкшек деп атайтын көкек айы бітіп, майшек деп бағалайтын мамыр айы жетті. Жер көктеді, мал тоқшылыққа кенелді, ел жадырады. Осындай берекелі мамыр айы мерекелі. Мамырдың алғашқы күні 1 мамыр бірлік ынтымақ күні. Ынтымақ дегеніміз татулық, достық, бірлік. Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге, қазақтарға керек деп, көрегенділікпен елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағының бірі Қазақстан халықтарының бірлігі. Қазақ жері қонақжай төрдің жері, қазақ елі қас сақтай ердің елі, толқынында тарихтың қуғын көріп, барша ұлтқа қот мекен болған елі. Мамырда келіп жетті мамырлаған, жастарым қызғалдақтай жалындаған, халқымнан айналайын қасиетті, ынтымақ бірлігінен жаңылмаған. Көрдік қой қаңтарлатып, ақпандатып, бүгінде даламызды жапқан жақып. Бір мақсат, бір мүддемен бір болашақ, барлық ұлт бір шаңырақтан тапқан бақыт. Қарашы, даламыздың келбетіне, келеміз бір бесікте тербетіле. Не жетер бар халықтың достығына, қазақтың даңқын жайған жер бетіне. Бірлікпен шамы жанар мерекенің, тербеткен ынтымақпен ел өткенін, жасасын бірлігі мен ынтымағым, бастауы ортаймайтын берекенің. Енді білім алушыларымыздың жыр шумақтарына кезек берейік. Болсын жермен суда ортақ, болсын біздің туда ортақ. Ақпыз қара сарымыз, ағайын біз бәріміз. Ортақ жұттар аламыз, ортақ жарық күніміз, доспыз туған анамыз, жердің қызы ұлымыз. Мамырдың бірі достық күні, ән салып билеген халықтың үні. Тұтасып тойлаған ұлттар, керемет мереке мамырдың бірі. Болсын жермен суда ортақ, болсын біздің туда ортақ. Ақпыз қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Тілі бөлек болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек күн. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім, бар халықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін, бақытты бар тамырмен байлап қойған күндігін. Достықты үлгі санаға бір үйде біз тұрамыз, қалған ата бабадан бірлік асыл мұрамыз. Тіл бір болмағанмен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек бір. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ шайқалмас, шаттығымыз тіреп тұр. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ жермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданада бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Бірдің бірі достық күні, ән салып билеген халықтың үні. Тұтасып тойлаған ұлттар, керемет мереке мамырдың бірі. Мың бұрала билеген үндінің әсем әніне, жарасып сәні биіне, шұға шықсын билеуге. Шұға қызымыздың үнді биін қабыл алыңыздар.
әнші қыздарымыз Қарақат пен Назеркенің орындауындағы Ақ көгершін әнін қабыл алыңыздар. Көгершін, көгершін, қолғанат құс сен едің, бар кезіп қайтел үшін, кең дүниенің көлемін, әділеттің қосы деп, көз алмастан жолыңнан, бақыт болып қоншы деп, ұшырамын қолымнан. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына. Сенен көзім алмайды, ақ ниетті бар адам, ақ қанатың талмайды, әділеттен жаралған, тыныш бейбіт өмірдің белгісі боп қанатқа, әлемге ортақ көңілдің қаншығына қонақтап, ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына. Бірлігі мен ынтымағы халықтың көгімізде жарқырайды жарық күн, ырыс дәулет бақыт үшін халықтың жайнай берсін, жайнай берсін жарық күн дей отырып, бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.